Бәріңізге қайырлы күн, қыздар. Қазір біз картошка пай дайындап жатырмыз. Бұл бізге салатқа қажет болады. Қызылша салатына өте оңай салат, әрі дәмді, тез дайын болады, уақытыңызды алмайды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге бір дана картоп қажет болады. Тазалап ашып, енді осылай ұзынша корей күшменен осылай өткізіп аламыз, ұзынша етіп. Содан кейін суға саламыз. Сыртындағы крахмал кету үшін осылай суға бір жуып алып, енді майлықтың үстіне осылай жайып қоямыз. Суды сіңіріп алуы керек. Енді келесі біз қазы қызылшаны осылай үккіштің көмегімен өткізіп аламыз. Қандай үккіш болса да бола берсін. Енді келесі біз жұмыртқамызды 2 дана жұмыртқа қажет бізге. 2 дана жұмыртқамызды өткізіп алдық. Үстіне енді кукурузымызды, яғни жүгерімізді қосамыз. Қызып тұрған майға үккіштен өткен картоптарымызды осылай саламыз жартысын. Кішкене сарғайғанша осылай қызып тұрған отқа қуырып алатын боламыз. Шетінен сарғайғандарын ала береміз, себебі күйіп кетуі мүмкін. Барлығын осылай қуырып алатын боламыз. Тез піседі. Енді келесі кезекте жаңа дайындап қойған құрамдарымыздың үстіне картошка пайымыздың жартысын саламыз да кішкене алып қаламыз. Келесі кезекте 3 шай қасық майонезімізді саламыз. Содан кейін дәміне қарай қалауыңызша кішкене тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы бейненің астында көптеген тағам түрлерінің және тәттілердің рецептілері бар. Соларды қарап шықсаңыздар болады және жасап көріңіздер. Бір жасағынан шығатын тәттілер. Ерекше салаттардың бірі, дәмі ерекше әрі иммунитетті көтеретін салаттың бірі. Біздің салатымыз дайын болды. Енді тарелкамызды салып аламыз. Менде 2 тарелкаменен шықты. Қаласаңыз қызылшаны көптеу етіп 2 дана салсаңыздар болады. Сол кезде салаттарыңыз кішкене көптеу болып шығатын болады. Енді міне дайын болғаннан кейін, салғаннан кейін үстіне жаңа алып қалған картошка пайымызды үстіне сеуіп шығамыз. Жандарына енді кукуруздарды осылай қалған кукурузды сеуіп шықсақ болады. Сонымен қатар достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осы жаңа бейненің астында менің дайын бейне түрлері бар. Осындай зебра пирогының рецептісі, жаппастай ыстық тамағы және булочка лакомканың және де қытырлақ баклажанның рецептілері жасалу жолы көрсетілген. Барлығын айтылғандай жасасаңыз бірден шығады.